Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен Абзал Строй арнасы. Бүгін біз сіздерге силиконнан қалай қалып жасауды көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Алда әлі талай көптеген қызықты, пайдалы видеолар шығатын болады. Алдымен осындай ламинаттың бетіне риганы қойып, шұрыптап аламыз. Өйткені шұрыптап кейін алуға оңай болады. Одан кейін бүкіл жырықтардың барлығын, іргелерінің барлығын осындай қайсармен немесе гладпен бітеп шығамыз. Одан кейін міне біздің шығаратын узорымыз осындай 3D потолок подсветочный. Осынан қалып жасайтын боламыз. Алдымен осындай силикон клеймен астын полный жағып, ламинаттың бетіне бастырамыз. Өйткені силикон құйған кезде өйтіп жапсырып қоймасақ, бетіне қалқып шығып кетеді. Силикон көтеріп жібереді жоғары қарай. Одан кейін силиконды мөлшерлеп таразға құйып аламыз. Одан кейін 1 кг силиконға 15 грамм отвердитель қосып, мұқият араластырып, жаңағы жасаған қалпымызға құямыз. Одан кейін міндетті түрде фенмен үрлейміз. Фенмен үрлеу себебі өйткені ішіндегі барлық ауаларды, пузырьктарды шығарады. Мына жаңа жасаған қалпымыз әлі дайын болған жоқ. Міне біз екінші қалыпты жасауға кірісіп кеттік. Біріншісі қатам дегенше. Тағы да дәл солай құйып аламыз. Оны таразға тартып, таразға тартамыз, соның граммын есептеп, 1 килограммға 15 граммды есептеп, осындай шприцпен құямыз. Айта кететін нәрсе, достар, бұл сіздер көріп жатқан видео процесс, бұл силиконнан қалып жасау. Кей жерлерде бұны кәдімгі курс қылып сатып жатады. Мен сіздерге әрбір қазақ жасасын, үйінде осылай істеп үйренсін деген ниетпен, ізденген адамға пайдасы тиер деген ниетпен осылай видеосын түсіріп салып жатырмын. Ізденген адам түсінеді енді. Тағы да міне екінші қалыпты дайындап жатырмыз. Мұқият бұның барлығын ішіндегі, бұның силиконның әрбір граммы ақша, сондықтан барлығын жақсылап қырып, тазалап алған дұрыс. Видеоға егер ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркеліп қолдап кетіңіздер ағайын. Бұл деген үлкен еңбек. Сіздерге қысқаша түсіндіріп, осы жерге салып жатырмын. Видеоның барлық процесін көрсету мүмкін емес. Өте ұзақ, барлығын қырғып барынша сіздерге түсінікті болсын деп салып жатырмын. Тағы да фенмен үрлейміз. Міндетті түрде фенмен мына жерде қысқаша үрлеймін жатыр. Негізі ұзақ үрлейтін. Одан кейін мынау жаңа құйған қалпымызды алып шығардық та, сразу бірден гипс құйып, міне гипсті шығарып сіздерге көрсетіп жатырмыз. Осындай узор көшірмесін шығардық. Енді біз мына гипсті де мысалға базардан сатып алдық тағыны, осылай қалпын жасап жатырмыз. Қалыпты осындай тегіс жерге аккуратно істеп, және барлық саңылауларын бітеу қажет. Мына жаңағы шығарған гипске енді қалпымызға осындай гипс құйып жатырмыз. Гипсті осылай сүйек қойып істеп, мұқият араластырып, осылай құйып шығарамыз. Мынау жаңағы біздің істеген, осы видеода көрген қалыптардан шыққан гипстер. Мына осындай 3D потолок төбеге қойылатын, мыналар стенаға қойылатын рамканың бұрыштары. Достар, видеоны арнаға тіркеліңіздер.